Қайырлы күн, Тарих мектебі каналының тұрақты көрермені. Бүгін назарларыңызға 1125-1213 жылдар аралығында өмір сүрген үлкен тайпа туралы айтатын боламын. Жылына назар аударып қарасаңыздар, 1125-1213 жылдар аралығында өмір сүрген мемлекет туралы болмақшы. Алдыңғы видеода назар аударып қараған болсаңыздар, Қазақстанның шығыс бөлігінен жалпы Қарахан мемлекетінің әлсіреуі нәтижесінде келіп қоныстанған қидандар туралы айтылған болатын. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз Қара Қытай мемлекеті болады. Қара Қытай мемлекетінің өмір сүру кезеңін кей деректер 1125-тен басталса, кейбір деректер 1128 жылдан бастайды. Яғни олар кімдер? Яғни Қытай деректерінде Қара Қытайлар Орталық Азия, Қытайдың солтүстігі, Манчжурия және Уссури өлкесін мекендеген қидан тайпалары деп көрсеткен. Ал мұсылман деректерінде 10 ғасырда қидандардың бір бөлігін Қара Қытайлар деп айтаған. Араб парсы деректерінде қидандар түркі тілдес тайпа деп белгіленетін болса, осы үш деректің негізінде Қара Қытай дегеніміз қидандар, қидан деп айтатынымыз Қара Қытайлар екені белгілі. Тарихшы Әл-Марвазидің еңбегінде былай деп айтады: қидандар Қытай жерінен келді. Олар Несториан христиандары болатын. Өздерінің тұрған жерінен көшпелілердің қысымымен кетті. Сонда қидандар сарылардың, яғни сары деп отырғанымыз қыпшақтардың бір бөлігі, сарылардың жеріне жылжыды, ал сарылар түркмендердің жеріне кетті. Түркмендер оғыздардың жеріне ойысты деп көрсеткен. Оғыздар Арман теңізі, яғни Қара теңіз жағалауына жақын печенегтердің жеріне қоныс аударды деп көрсетеді. Яғни 8-11 ғасырларда Евразияда көші-қон орын алып, қидандар батысқа қарай қоныстанған екен. Енді қидандар алдарыңыздағы картаға назар аударып қарасаңыздар, Ляо мемлекетін құрған болатын 924-1125 жылдар аралығында. 1125 жылы Ляо династиясы құлағаннан кейін Илюй Дашы 40 мың түтінді алып Жетісуға қарай қоныс аударады. Неге Жетісу жеріне қоныс аударды десек, оның себебі мынада. Орталық Азиядан батысқа қарай жылжыған түркі тілдес тайпалардың Қара Қытай жерлерін жаулап алуы, екінші себебі Қарахан мемлекетінің әлсіреуі. Қарахан мемлекетінің әлсіреуінің нәтижесінде Қара Қытайлар шығыс Қарахан территориясын басып алып, өз мемлекетін құрып, орталығы ретінде Баласағұн қаласына жақын жердегі Ғұз Орда қаласын бекітті. 1128 жылы шығыс Қарахан жерін басып алып, мемлекеттерін құрды. Яғни олардың территориясы кеңейді деген сөз. Илюй Дашы өзін атақты Гурхан деп белгіледі. Өйткені Гурхан мемлекетіндегі билігінің күшеюі, біріншіден ол маңайындағыларға жер бөліктерін бермеді, қарахандықтар өздерінің билігін сақтауға тырысты, халықты тонауға тыйым салынды, салықтарды жеткізу жергілікті ақсүйектерге тапсырылып, қатаң салық жүйесі орнатылды. Міне осындай тәртіптердің нәтижесінде Гурхан билігінің күшеюі жүргізілді. Енді Гурхан дегеніміз кім? Гурхан Қара Қытайдың билеушісі, хандардың ханы деген мағынаны білдіреді екен. Қара Қытай мемлекетінің қоғамдық құрылысы Қарахан мемлекетінің қоғамдық құрылысына қарағанда әлдеқайда төмен болды. Илюй Дашы бір әскери басшының қоластына 100 ғана жауынгер жасақтай алған екен. Қара Қытайларда әйел адамдар да мұрагер ретінде бекітілді. Мысалы, ол жерге дәлел ретінде Илюй Дашы 1143 жылы қайтыс болған кезде оның билігі әйелі Табуянға өтеді. Табуяннан кейін билік 1150 жылы Илюй Дашының ұлы Иленің тұсына өтеді. Иленің тұсында Қара Қытай мемлекетінде ең алғаш рет халық санағы жүргізілді. Ал 1155 жылы Иле қайса болғаннан кейін билік қайтадан әйел адамның билігіне өтеді, яғни Илюй Дашының қызы босыған ел билей бастайды.
Енді бағана біз айтып кеттік, Қарақытай мемлекетінде салық жүйесі керемет дамыды дедік. Қандай деп сипаттауларға назар аударып қарастырайық. Өйткені Қарақытайлар өздері жаулап алған қалалар мен отырықшы қоныстарды ең бірінші қиратпаған екен. Неліктен десеңіз, өйткені қиратпаған халықтың әлеуметтік жағдайы жақсы болады, олардан салық жүйесін жинауға мүмкіндік бар деген сөз. Ал қандай салық жүйелері болды деп назар аударатын болсақ, олар әрбір үйден 1 динардан салық жинап отырған екен. Сонымен бірге жер үлестерін берген кезде олар арнаулы грамоталар таратып отырды, үлестік жерлердің иесі екенін нақтылап. Әсіресе Отырар, Тараз қалаларындағы алым салықты Гурханның арнайы жіберген адамдары ғана жинап отырды. Өйткені әртүрлі наным сенімдер болуы мүмкін, немесе сенбеушілік те әбден орын алады. Басқа аймақтардан салық жинау, Қарақытайлардың орталығына жеткізу жергілікті феодалдарға жүктеліп отырды. Жетісудың егіншілікпен айналысатын тұрғындары билеушіге оның бір үлесін беріп отырған. Ірі қалаларда әкімдер жыл сайын Гурханға харадж салығын төлеп отырған екен. Яғни осылайша міне салық жүйесін реттеп отырды. Өкінішке орай 12 ғасырдың екінші жартысында Қарақытайлар халықты тонай бастады, салықты күшейтті, тиісінше оларға қарсы халық көтерілістері басталып кетті. 1137 жылы Қарақытайлар Ходжет түбінде Батыс Қарахан әскерінен жеңгеннен кейін селжұқтармен одақтасады. 1141 жылы осы Самарқан қаласында жақын жердегі Қатуан даласында Қарақытайлар селжұқтардың біріккен әскерлерін жеңеді. Бұқара қаласын Мәуереннахрдың орта бөлігін басып алады. Ол жерден Хорезмшахы Қарақытайларға жылына 3000 алтын динар салық төлеуге мәжбүр болады. 1171-72 жылдары Қарақытайлардың Хорезмге жорық жасауының себебі Хорезмшахы Қарақытайларға салық төлеуден бас тартады. Осы кезеңде Хорезмшахы Әл-Арслан қаза болып, Текеш қаған Қарақытайлардың билігін өз қолына алды. 1198-1204 жылы Қарақытайлардың Хорезмшахымен бірігіп Ауғанстан жеріндегі Гурит тайпаларымен соғысады. Өкінішке орай Қарақытайлар Гурит тайпаларымен соғыста ауыр жеңіліске ұшырайды. Өйткені оларды қолдап отырған Текеш Хорезмшахы Мұхаммедпен бірігесіп келісімге келеді, Қарақытайлардың өзіне қарсы шығады. Міне олардың үш жақты қарсы шығуының нәтижесінде Қарақытайлар жеңіске ұшырайды. 1208 жылы Найман ханы көшіліп, Жетісу өңіріндегі Қарақытайларды өздеріне бағындырып алады. Ол жерге Найман мемлекеті келіп орнығады. Талас бойында Хорезмшахы Мұхаммед Батыс Қараханды бағындырып алады, соңғы ханы Оспанды жазалайды. Сонымен 1212 жылы Қарақытай мемлекеті құлайды. Яғни оның құлауына үлкен әсер еткен мемлекеттер Хорезм және Найман мемлекеті болады. 12 ғасырдың екінші жартысында Монғолияның орта және батыс аудандарын алғаш мекендеп, кейін Қазақстанның жеріне келіп орналасқан наймандар, керейіттер, жалайырлар өз мемлекеттерін құрады. Найман, керей, жалайырлар туралы видеоның сілтемесін астындағы комментарийға қойып қоямын. Көріп тамашаласып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.